Армысыздар қазақ елі, қайырлы күн. Бүгін 16 желтоқсан. Мен осы 2 жыл болған бұрынғы жағдай туралы бүгінді айтайын деп тұрмын. 2 жыл бұрын жетшепекке байланысты, жетшепекке қатты тіл тигізген бір әйел адам бар. Соған байланысты шу болған, соның басынан бастап сіздерге айтып берейін. Сот әлі бітпей жатыр, бұл енді сұмдық болып тұр. Біз жетшепекті сондай қатты құрметтейтініміз. Өйткені жетшелпек ата-бабалар культімен екеуі тығыз байланыс. Біз ата-бабалар аруағын қатты құрметтейтін халықпыз. Сол себепті жетшелпек пен ата-бабалар аруағы культін екеуі бір-бірімен байланысы болғаннан кейін бізге бұл бір қасиетті, үлкен бір қасиетті рәсім десек болады қазақ ұлтына. 24 жылы Қазақстанда мына Алматы облысы Жамбыл ауданы Кеңес ауылының қызы, әйел адам Оразбаева Әйгерім Болыспайқызы деген. Сол әйел жетшелпекке артымды 7 рет артын сүрттім деп бір рет айтты 24 жылы, одан кейін бір жылда 3 рет осы сөзді айтты. 24 жылы Қазақстан азаматы, ұлтшыл, осы қазақтың салт дәстүрін қорғауға атсалысып жүрген азамат Әсел Тауқан 24 жылы оны ауылдық полициядан бастап сотқа берді. Содан 24 жыл ауылдың полициясы бар, ауданның полициясы бар, сот бар, прокуратура бар. 24 жылдан шамамен 5-6 ай сондай жағдай болды. Одан 25 жылға шықтық. 25 жылы мамырдан бастап, мамырда ана алдыңғы соттардан ештеңе болған жоқ. Мәдениет министрлігінен сараптамаға жіберді. О жақтан да отписка келді. 24 жылы ешқандай дұрыс жауап болмады. Сондықтан еріксіз 25 жылы Қазақстанның мәдениет министрлігін наурыз айында, кешіріңіздер, наурыз айында сотқа берді. Мәдениет министрлігін. Содан ол сот Алматы ауданаралық соты болды, мәдениет министрлігіне байланысты сот. Сол жерде сот Қажыкен Қозыкөпеш деген кісі, сол кісі Әсел Тауқан мен мәдениет министрлігін екеуі ара келістіріп медиация жасатты. Ол кісі былай деп айтты да: Әсел Тауқан, сіз келісесіз бе, егер мәдениет министрлігі жаңағы Оразбаева Әйгерімге әкімшілік айыппұл төлететіндей сотқа берсе, азаматтық сотқа берсе, соған сіз келісесіз бе? Мәдениет министрлігі айыппұл өндіріп алу керек, ол әйелден қазақтың мәдениетін қорлаған үшін деді. Әсел келісем деді. Сөйтіп екеуі ара медиацияға отырды. Бұл 2025 жылдың наурыз айы болатын. Содан наурыз айы, одан кейін сәуір айы өтті. Негізі медиация сәуір айында бұл сотта келісім болды. Бұл шаруа негізі мамыр айының соңында дейін біту керек болатын. Bir ай шамасында медиация келісім орындалу керек. Сәуірден кейін, соттан кейін мамырдан кейін маусым, шілде, тамыз, қыркүйек 6 ай өтті. Мәдениет министрлігінің өкілдері біздің Қазақстанның сотын ұрдымда қол қойдым, мен ұқпайды екем деп, мәдениет министрлігі басында отпуск деміз, анау мұнаумыз деді, содан сол үйі мүлде жауап бермей қойды. Сұмдық қой, сіз ойлаңызшы. Қазақтың руханиятын, қазақтың мәдениетін қорғайтын мәдениет министрлігінің өкілдері сотқа Қазақстанның конституциясына қарсы шығып отыр. Енді діни тілмен айтқанда жихад жариялап отыр Қазақстан сотына. Одан 6 ай өткеннен кейін Әсел қайтадан бұл жолы Астананың ауданаралық сотына берді. Астананың ауданаралық сотына қазан айында берді. Қазан айы өтті, қараша айы өтті, жауап жоқ. Одан кейін 3-ші рет желтоқсан айының 3-ші күні Астананың ауданаралық сотына апелляцияға берді. 3-ші рет. Міне бүгін 43-44 күн жауап жоқ. Соттың телефонын тауып соқса, дұрыс жауап бермейді дейді. Бұл қазақтың рухани мұраларының бірі жетшелпекке байланысты Қазақстанда болып отырған жағдай. Міне қазір ана қыздың сөзін қосам, көріңіздер, сосын арғай сөзімді жалғайым. Болды ба? Жетшелпек мен көтіңді сүрт барды.
похуй екен маған, реально айтайын. Крышаны кетіріп жібердің ғой сен, жетшелпек деген ештеңке ол заңға кірмеген де, ол не қылған? Неменеге отырып, өтірік жалған ақпаратпен отырып, елдің миын ашып отырсың жерде? Бала жетекші. Міне көрдіңіздер, әрбір көшеде қаңғып жүрген қатын қазақтың жеті ата дәстүріне, қазақтың ата бабалар аруағына, жетшепек дәстүріне, қазақтың қобызына, домбырасына, өстіп аузына келген айта беретін болса, біздің рухани мұрамызды қолдайтын, рухани мұрамызды қалпына келтіруге соны қызғыштай қорғайтын мәдениет министрлігі біздің рухани мұрамызға қарсы шығып, қасақана қарсы шығып, соттың үкімін орындамайтын болса, бұл енді сұмдық. Біздің алдымызда қазір кәдімгідей мынандай жол тұрды. Қазақтың ұлттық мұрасы қала ма, қалмай ма? Қазақ ұлт ретінде қала ма, қалмай ма? Қазақтың рухани мұрасын біз сақтап қаламыз ба, қалмаймыз ба деген осындай жағдай тұр, бауырлар. Мен кейде қараймын да, біздің мәдениет министрлігі Думыктың бір қол астындағы бір филиал секілді жұмыс істеп жүрген бір ұйым деп ойлаймын да. Осы уақытқа дейін, міне соңғы 2 жылда айтайыншы, оны алдындағысын айтпай-ақ қояйын. Мәдениет министрлігі тарапынан Қазақстанның, қазақтың рухани мұрасын қолдап қорғаған өз атынан бірде-бір жағдай болған жоқ. Бірақ оның есесіне дін саласын қатты қолдап қорғап, дін саласы үшін олар күресіп жатыр. Бұлар Қазақстанның рухани мұрасына емес, қазір қарап отырсақ, Саудия Арабияның рухани мұрасына жұмыс істеп отыр біздің мәдениет министрлігі. Қаңтар дүрбелең кезінде өздеріңіз білесіздер, қаңтар дүрбелең болды, сол кезде президент жалғыз қалды ғой. Сол кезде президенттің жанында идеология саласын басқарып отырған мәдениет министрлігі Аида Балаева президент қолдап, сол кезде үлкен халықтың алдында үндеу жариялайтын адамдардың бірі еді. Президентті қолдап, конституцияны қолдап, рухани біздің мұрамызды, мемлекетімізді қалдырайық деп, сол үшін жұмыс істейтін адам сол кезде үні шықпады. Қазір міне әртүрлі президенттен бірінші, мысалы президент мынандай жыл деп жариялады ғой, биылғы жылы дәрігерлер жылы, биылғы жыл жұмысшылар жылы деп. Тіпті президенттен бірінші өздерін балама өкімет секілді құрып алған Думык, Буфтият біздің президентте бірінші биыл осындай жыл, биыл мынандай жыл деп өздері өз алдына жеке Қазақстанға бір бағынбайтын өкімет секілді жылдар жариялап жатыр екен де. Биыл анандай жыл, биыл мынандай жыл деп президентте бір жүндеу жариялап жатыр екен. Сол кезде мәдениет министрі де қаңтар дүрбелең кезінде біздің бас муфтидің айналасында идеология саласында жүргендердің бірде біреуі халыққа үндеу жариялаған жоқ. Сол кезде ең бір қиын кезеңде үндеу жариялаған жоқ. Ал қазір бір тыныш қаңтардан кейін бір дүрбелең біткен кезде халықтың бір қорғаушы секілді болып далақтап бәрі шауып жүр. Бірақ далақтап шауып жүргенмен рухани мұрамызға осындай тіл тигізіп жатқан, көшеде жүрген арсыз, тексіз, азғын әйелдерге үн-түнсіз мәдениет министрлігі жағынан жауап жоқ бізге. Қорғамай отыр. Сонда біздің рухани мұрамызды кім қорғайды? Мәдениет министрлігі Саудияның, арабтардың діни идеологиясын, исламды қатты қорғап отыр. Бірақ жетінен қазақтың рухани мұрасы, ата-бабаларының, аруақтарының культі, ата-бабаларының тарихының культі жетінанға тіл тигізгенде бір емес сотқа 18-19 айда ауылдың полициясынан бастап 10 реттей шағым сотқа арыз берілді. Сот болғанда полицияға берілді, аудандық ішкі істер министрлігіне берілді, Алматының қалалық полициясына берілді. Ол 24 жыл болған жағдай. Одан 25 жылдан бастап, сол мәдениет министрлігінен бастады. Не 18 ай болды, ешқандай нәтиже жоқ. Бауырлар, лайк басыңыздар, таратыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар. Біздің ұлтымыздың рухани мұрасына не себепті мәдениет министрлігі сондай өшпенділікпен қарсы кеп, не себепті қорғамай отырғанын мен түсінбей отырмын. Не себепті? Олардың қандай бір ойлары бар қазақтың рухани мұрасына? Сондай жеккөріншілікпен осындай іс-әрекет істеп отырғанына қарағанда. Жауап жазсаңыздар, аман болыңыздар, бар болыңыздар, бөлісіңіздер.